Амансыз ба, айлы ноғайларым, ноғай тілді білмеге сүйген бәрі оқушыларымды мен бүгін хош көріп аламын. Біздің бір тұқымлы мүшелі емалар деген темада. Однородные члены предложения. Емада бір сказуемедің янында бірнеше подлежащие, бір подлежащиедің янында бірнеше сказуемое емадың бір тұқым мүшелері деп аталадылар балалар. Мысалы, дүкенде өтпек, сүт, кампет, қалаш сатылады деп айтсақ, біз бұл емада көреміз бір тұқымлы подлежащиелерді. Өтпек, сүт, кампет, қалаш. Не деген сұрауларға жауап болады да. Яда балалар қырда ойнайдылар, зырғалайдылар, тайысадылар десек, біз мұнда көреміз бір тұқымлы сказуемелерді. Яда ішілер пішенді шаладылар, тырнайдылар, үйеділер десек, мұнда да бұл емада да біз көреміз бір тұқымлы сказуемелерді. Однородные сказуемелерді. Көресіз бе? Міне таблицада қарама боласыз. Бір тұқымлы подлежащиелер, бір тұқымлы сказуемелер, бір тұқымлы айырғышлар, толтырғышлар, әллер бар ноғай тілде, бәрі тілдерде де. Мысалы, ноғай тілін, адабиятын, маданиятын, тарихын сүйген әдем юртшы деп саналады. Юртшы деген ол патриот да. Әрбір әдем өзінің тарихын білмей керек, адабиятын сүймей керек, ноғай язушыларын оқыма керек, олар шығарған кітаплерді. Біздің тіліміз жойтылмас үшін бәрі амалды біз қолыма керекпіз деп ойлаймын. Бір тұқымлы толтырғышларда адабиятын сүймерік, тілін сүймерік, маданиятын. Неді деген түсім келістің сұрауына жауап болады. Мысалы, Россияде ноғайлар Астрахан областында, Қарашай-Шеркес республикасында, Ставропольский крайда, Дағыстанда яшайдылар. Мен сізге айттым, бір тұқымлы әлі емалар. Қайда яшайдылар? Дағыстан республикасында, Қарашай-Шеркеш республикасында, Ставропольский крайда, Аштархан областында. Қайда деген сұрауға жауап болады мұнда бір тұқымлы мүшелер, балалар. Мысалы, бір тұқымлы айырғышлар, айтайық, айырғышларда однородные определения. Сіз білесіз, айырғышлар бізде толқын түйемойын болып сызылады. Язда шөлімізде ақ, көк, қызыл шешекелер өседілер. Ақ, көк, қызыл ол болады бізде бір тұқымлы айырғышлар. Астын түйемойын етіп сызбаға, мұтпаймыз түйемойын волнистый деген, волнистый чертой сызамыз астында. Балалар, мен жоғарға қарамымды тігемен. Көгілдім көк бір бұлытсыз, тап таза. Қайдай бұлытсыз, қайдай таза. Мен қарамымды тігемін дейін болады бір бұлытсыз таза дейін болады бір тұқымлы айырғышлар. Да, балалар, міне мысалы айтсақ біз надаймадада мен анама спайы, көк, ақ, қызыл шешекелерден байлам ясадым десек да. Ақ, көк, қызыл деген сыпатлар бізде болады сыпатпен айтылған айырғышлар. Значит, есіңізде тұтпа керексіз. Бізде болады ноғай тілде бір тұқымлы подлежащиелер, бір тұқымлы сказуемелер, бір тұқымлы айырғышлар, толтырғышлар, әллер. Тыныш темада ойлайым. Соншында қысқа айтылған сөзімізде сіз аңлағандырсыз. Емалар түзіп үйреніңіз үйде, сөздерді қоланып, тілімізді спайы етіп сақламаға, со спайы кебінде ата-бабаларымыз бізге қайтып қалдырған со көпті біз сақламаға керек балаларға соны бермей керекпіз деп ойлаймын балалар. Сау болыңыз, тыңлағаныңызға сіздің есіңізде қалар деп сенемін.